Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мұнай және газ дайындауда технологиялық үдерістер пәні бойынша дәрістерді бастаймыз. Көлемі 15 сағат көлемінде. Менің аты-жөнім Ихсан Қайырбек Айтжанұлы, мұнай газ кафедрасының қауымдастырылған профессорымын. Біздің алғашқы дәрісіміз мұнай кен орындарын жайластыру және мұнай, су, газ құрамының қасиеттерін анықтау болып табылады. Кен орнын игеру кезінде жобалау құжаттарына жататын, яғни негізгі бөлімдері келесідей болады. Біріншіден бұл мұнай мен кешендерін есептеу, кен орнын игеру сұлбасын жасақтау, барлық өнімдерді қабаттардың геологиялық, гидродинамикалық және пайдалану сипаттамаларын анықтау, қабат суларының қасиеттері менен химиялық құрамын анықтау, мұнай мен газды физикалық химиялық қасиеттерін анықтау, осыған ұқсас мұнайдың өндірудің неғұрлым тиімді сұлбаларын ұсыну болып табылады. Игеру жобасының негізгі міндеттері бұл жер қойнауында және қоршаған ортаның қорғау шаралары бойынша жүргізетін жұмыстарды ретін сақтай отырып, максималды мұнай алу қабаттан және 1 тонна мұнайды өндіруге жұмсалатын шығынды азайтып, кен орнының жоспарланған өнімді алуын қамтамасыз ету. Қазақстанда кен орындарының келетін болсақ, олар бірнеше деңгейде мұнай өндіру кезеңдерінен өтіп жатыр. Жалпы мұнай өндіру кезеңдері қазіргі жағдайда мұнай өндіру кезеңдері 3-ші және 4-ші кезеңдерде кен орындарын игеру кезіндегі оларды жасақтау және құрылымдық басқару келесі талаптарды қамтамасыз етеді. Бұлай, оның ішіне жататын мұнай мен газды өндіру, тасымалдау, сақтау және дайындау кәсіпшілік кешендерін, яғни объектілерін орналастыру. Олар барлық кешендер 3 категорияға бөлініп есептелінеді. Бірінші категория жататындар технологиялық кешендер. Олардың қатарына пайдалану және айдау ұңғымалары, айдау, яғни сепарация қондырғылары, сығымдайтын және ортадан тепкіш сораптар станциялары, шикізат резервуарлары кіреді. Сонымен қатар мұнайды дайындаудың кәсіпшілік қондырғылары, кәсіпшіліктің компрессорлы станциясы мен газ бензинді зауыттар кешені кіреді. Екінші категорияға мұнай жинау және дайындау технологиясын қосалқы қызмет кешендері, яғни оларға жататын мұнай газ өндіру басқармасы базасы, бұрғылау ұйымдары, транспорттық базалар, сумен жабдықтау, канализация, энергиямен жабдықтау және байланыс кешендері жатады. Категорияның ішіне сонымен қатар құрылыс ұйымдары және өрттен қорғау тағы да басқа ұжымдар кіреді. Осының ішінде қатынас жолдары, жаңа алаңдар жасау жұмыстары да кіреді. 3-ші категорияға жататындар кәсіпшілік ішіндегі инженерлік коммуникациялар, яғни кәсіпшілік технологиялық құбырлар, мұнай немесе газ құбырлары, су құбырлары, оның ішінде ауыз су, шаруашылық және өртке қарсы қолданылатын, сондай-ақ қабатқа су айдау жүйесі. Бұдан басқа кәсіпшіліктің ішіндегі өндіріске байланысты канализация, байланыс электрмен қамтамасыз ету желілері және тағы басқалар кіреді. Мұнай кен орнын тұрғызу жобасына оны жинау, кәсіпшілік ішінде тасымалдау және ұңғыма өнімдерін дайындау кешендерінің құрылысы. Бұның ішінде біздің айтып отқанымыз жаңа ұңғыма өнімдері деп атаймыз. Ұңғыма өнімдері дегеніміз ұңғыма мен қабаттан өндірілетін мұнай, газ, қабат суларының және әртүрлі механикалық қоспалардың қосындысын айтады. Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау жүйесінің негізгі элементтеріне келесілер жатады. Ол біріншіден өндіру ұңғымалары, автоматтандырылған топтап өлшеу қондырғылары, сығымдайтын сорап станциялары, мұнайды, газды және суды жинап орталықтарының пункттері, жүйе элементтерін өзара бір-бірімен байланыстыратын құбырлар жүйесінен тұрады. Көрсеткіштердің барлығы дайындау және тасымалдау кешендерінің жұмысын тиімді басқару үшін қажетті алғы шарттар болып табылады. Сонымен қатар біздер мұнайдың, газ және судың, оның ішінде көбінесе мұнайдың көміртегінің пайыздық үлесі 83-87%, ал сутегінің үлесі
12-14% екенін анықталған. Бұдан басқа мұнайдың құрамындағы элементтерге күкірт, азот, оттегі және тағы басқа да металл ерітінділері кіреді. Бұлардың үлестік пайызы 3-4% аралығында. Құрамын айыру барысында әртүрлі қайнау температурасы олардың 250 градус Цельсий аралығында, мұнайдан алынатын өнім бензин, 200-300 градус Цельсий аралығындағы керосин, 120-240 градус Цельсий аралығында лиграин, яғни аралық фракциялар алынады. 300 градустан жоғары астам температурада мазуттар алынады. Мұнайдың алынатын өнімдердің тығыздығына байланысты оларды ашық фракциялар және қара фракциялар деп екіге бөледі. Мұнайдың тағы басқа қосылыстар бойынша жіктеп отырады. Асфальтты қосылыстардың қосындысы бойынша оларды жіктеу арнайы мемлекеттік стандартқа сәйкес жіктеледі. Мұнаймен үйлесіп шығатын газдар, яғни бұл да көмірсутектердің негізгі бөліктерінің бірі болып табылады. Табиғи газдардың құрамы мен физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, кен орындары газ және газ конденсаты бөліп бөлінеді. Газ кен орындары бұл магистралды газ құбырларына берер алдында өнімді қосымша өндіруді қажет етпейтін кен орындары. Бұл жағдайда тасымалдауға дайындық жұмыстары ылғалдан, ал қажет болған жағдайда қышқыл компоненттерден бөліп алу болып табылады. Газ конденсатты кен орындары бұл іштен пентан және жоғары көмірсутектерді алу үшін өнімдерді өңдеуді керек қылатын кен орындары. Бұл қабат өнімдерін өңдеу схемасына кен орында пайдаланатын техникалық экономикалық көрсеткіштеріне де әсер етеді. Табиғи газдардың негізгі компоненті метан болып табылады. Яғни табиғи газдардың құрамында 98%-ға дейін метан газы кездеседі. Табиғи газдардың құрамында этан, пропан, бутан, пентан және де ауыр көмірсутектерде қосылыстары бар. Газдардың құрамына әрқашан су буы және көбінесе азот, күкіртсутек, көмірқышқыл газы және гелий сияқты компоненттер кіреді. Таза газ кен орындарындағы газдардың құрамында мұнай газдарына қарағанда едәуір көп болып келеді. Өндіру кезінде ұңғыма өнімінің құрамындағы кездесетін қабат сулары негізгі екі топқа бөлуге болады. Олар біріншісі қатты, яғни хлор кальцийлі және су тобына жатқызылады. Екінші тобы ол сілтілі, яғни гидрокарбонат. Көлемге келтірген қабат суының еріген жалпы минерализация деп атайды. Яғни қабат сулары жоғары минералды су болып табылады. Жоғары минерализацияланған су 0,1%-ға дейін тұз болатын болса, бұл су тұщы су деп аталады. Құрамында 0,1-ден 5%-ға дейін тұзы бар су минералды су деп аталады. Ал құрамында 5%-дан 35%-ға дейін тұзы болса, бұл ащы су деп аталады. Қабат суларының ең маңызды сипаттамасының бірі бұл суды ерітіндісіне қышқыл немесе сілтілік ортада екендігін көрсететін сутегі иондары, яғни pH көрсеткішімен анықталады. 22 градус Цельсия температурада химиялық су үшін pH көрсеткіші 7-ге тең болса, онда мұндай су бейтарап су, яғни нейтрал су деп атайды. Практикада судың pH шамасы бойынша 5 топқа бөледі. Егерде pH 3-ке дейін мөлшерде болатын болса, бұл қышқылды су деп аталады. 4-тен 6-лық аралығында болатын болса, әлсіз қышқылды деп аталады. pH көрсеткіші 7-ге тең болатын болса, жаңа айтып кеткендей бейтарап, яғни нейтрал су болып табылады. Ал pH көрсеткіші 8-ден 10 аралығында болатын болса, әлсіз сілтілі сулар қатарына жатады. 11-ден 14 аралығында көрсеткіші болатын болса, бұл сілтілі сулар деп аталады. Мұнайының тығыздығы кен орнынан өндірілетін газдың, судың қасиеттері, бұның барлығы біздің болашақта осы пәнді оқып, ары қарай жетілдіру кезіндегі алатын негізгі түсініктеріміз болып табылады.
Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.